90 грамм сары май, 200 грамм қантты және 2 ас қасық балды қосып, баяу жанып тұрған орташа отқа ерітеміз. Дайын массаға 1,5 қасық ас содасын қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырғанда көпіршік пайда болады. Оның арасында 3 жұмыртқаны араластырып, жаңағы массамыз суығанша жұмыртқамыз дайындап алып, ұнымызды дайындап алып, массаға ақырындап 3-ке бөліп араластырамыз. Жақсылап араластырып. Сол кезде біздің қоржығымыз жұмсақ әрі дәмді болады. Бұған ешқандай да венчиксіз ақ мен қасықпен араластырып жатырмын. Міне 3-ші рет қостым. Араластырып алайын. Оған 450 грамм ұнымызды қосып араластыра бастаймын. Жақсылап араластырып аламыз. Дайын қоржығымызды фольганың үстіне қойып жаямын. Онда 450 граммнан артық қосып қажет емес. Осындай жайған кезде онды сеуіп, молынан сепсеңіз болады, ештеңе етпейді. Онды қағып жібереміз. Жаңағы форманы өлшеп алдым. Міне менде 6 корж шықты. Корждың қалдықтарын тастамаймын, оларды ұнтақтаймын. Торттың кремін, заварной крем деп мен қайнатылған крем жасадым. Оны басқа ссылкамен көрсеңіздер болады. Мен заварной крем жасағанды жақсы көремін, себебі дәмді әрі пайдалы. Міне біздің медовегіміз дайын. Осындай медовек дайындап ешімді қуантуға бүгін бел болып. Негізі бұған себепкер болған менің жеңгем. Міне қандай жұмсақ әрі табиғи қолдан үйде бар затпен ақ осындай торт жасай салуға болады.